жалпы білім беретін мектеп. Машимханова Жазира Ақылбекқызы. Рахмет. Саламатсыздар ма, әріптестер? Бостандық ауданы 69-ші мектеп, Колбаева Дина Жылтаевна. Саламатсыздар ма, ұстаздар? Әуезов ауданы нөмірі 173-ші мектеп, Жүнісбекова Жанар. Рахмет. Құрметті әріптестер, өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер. Жақсы. Алматы қаласы Бостандық ауданы номер 81-ші мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімдерінің ұйымдастырған авторлық бағдарлама бойынша тәжірибе тарату конференциясына қош келдіңіздер. Бұл конференцияда бірінші баяндаманы таныстыратын Женсекбаева Алма Сериковна, оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастыруда логикалық тапсырмалардың маңызы, екінші сынып оқушыларына арналған элективті курс бағдарламасы. Екінші, Оразгелдиева Гүлвера Орынбаевна, диалогтік оқыту арқылы оқушылардың оқылым мен жазылым дағдыларын қалыптастыруда 4-ші сынып оқушыларына арналған элективті курс бағдарламасына баяндама жасайды. Үшінші, Қалиева Анар Ахметжановна, 2-ші сынып оқушыларына қосу және азайту амалдарын ойын технологиясы арқылы оңай үйрету элективті курс бойынша бағдарламасы бойынша баяндама жасайды. 4-ші, Ибраимова Лаура Жұмабековна, ұлттық құндылықтар бойынша сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту элективті курс бағдарламасы бойынша баяндамаларын ұсынады. Енді бірінші таныстырылым оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастыруда логикалық тапсырмалардың маңызы 2-ші сынып оқушыларына арналған элективті курсы бойынша таныстырылым. Қабыл алыңыздар, қазір мен қосам. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастыруда логикалық тапсырмалардың маңызы 2-ші сыныпқа арналған элективті курс бағдарламасы. Кіріспе. Қазіргі заманғы білім беру жүйесінің негізгі мақсаты оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытып, олардың сыни ойлау дағдыларын жетілдіру. Алған білімдерін өмірде қолдана білу. Бұл мақсатқа жету үшін дәстүрлі оқыту әдістерімен заманауи технологияларды үйлестіре қолдану қажет. Қазіргі таңда білім беру саласында STEM бағыты ерекше мәнге ие болды. Алайда көптеген оқушылар үшін математика пәні қиын әрі қызықсыз болып көрінеді. Сондықтан оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру үшін жаңа әдістерді енгізу қажет. Оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастыруда логикалық тапсырмалардың маңызы элективті курсы 2-ші сынып оқушыларының осы қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жазылған. Бұл курс оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытып, стандартты емес есептерді шешу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Курс барысында оқушылар логикалық есептермен жұмыс істейді, математикалық ойындарға қатысады және топтық жұмысты үйренеді. Бағдарламаның құрастырылу негіздері.
Бағдарлама 23 жылдан астам тәжірибе негізінде жасақталған. Оның ішінде бастауыш сыныптағы математиканы оқытудың заманауи әдістері ескерілген. Қазіргі оқулықтардағы логикалық есептердің жеткіліксіздігі мен тапсырмалардың бір сарында болуы ескере отырып, бағдарлама STEM оқыту әдісімен геймификация ойын әдістері арқылы толықтырылды. Бұл әдістеме оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға және әртүрлі тәсілдермен есептерді шығаруға және оқушылардың математикалық сауаттылығын дамытуға мүмкіндік береді. Олимпиадаға дайындық қажеттілігі. Мектеп бағдарламасында логикалық есептердің аз қамтылуы оқушыларды олимпиадалық жарыстарға дайындауда қиындық туғызады. Олимпиадалық есептерге қажетті аналитикалық ойлау, стандартты емес шешім табу дағдылары мен оқушылардың математикалық сауаттылығын дамыту үшін бағдарлама арнайы тапсырмалар енгізілді бағдарламаға. Сонымен қатар мұғалімдерге көмек ретінде қысқа мерзімді жоспарлар ұсынылып отыр. Оларды қосымша материал ретінде қолдануға болады. Бағдарламаның ғылыми негіздері. Бағдарлама қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталығының сараптамасынан өтіп, әдістемелік нұсқаулықтарға сәйкес жасалған. Бұл ғылыми негізделген әдістер бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшелігіне және қабылдау қабілеттеріне сай таңдалған. Сонымен қатар бағдарлама оқушылардың математикалық сауаттылығын халықаралық стандарттарға сәйкес дамытуға бағытталған. Тапсырма үлгілері. Бағдарламадағы тапсырма үлгілері. Бағдарлама аясында оқушылардың танымдық және логикалық ойлау дағдыларын дамытуға бағытталған әртүрлі тапсырмалар қарастырылған. Бірінші, геометриялық есептер, фигуралармен жұмыс, кеңістікті ойлауды дамыту. Жиындар теориясына арналған тапсырмалар, элементтерді топтастыру және салыстыру. Математикалық басқатырғыштар, стандартты емес логикалық есептер. Логикалық тапсырмалар, қисынды ойлауды талап ететін есептер. Көңілді жаттығулар. Математикаға деген қызығушылықты арттыруға арналған қызықты тапсырмалар. Сөз жұмбақтар мен ребустар. Математикалық терминологияны меңгеруге көмектесетін ойын элементтері. Бағдарламаның артықшылығы. Бұл курс оқушылардың математикалық қабілетін дамытуға бағытталған. Логикалық ойлау қабілетін жетілдіреді. Стандартты емес есептерді шешу арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттері дамиды. Тез әрі тиімді есептеу дағдыларын қалыптастырады. Математикалық амалдарды жылдам орындау қабілеті дамиды. Математикалық сауаттылығын арттырады. Есептерді шешу арқылы оқушылардың теориялық білімі мен практикада қолдану дағдыларын нығаяды. Олимпиадалық тапсырмаларға дайындайды. Жоғары деңгейдегі логикалық есептерді шешу дағдыларын жетілдіреді. Шығармашылық қабілеті дамиды. Стандартты емес тәсілдермен есеп шығару арқылы оқушылардың шығармашылық ойлау ойы артады. Бағдарламаның өзектілігі. Бағдарлама оқушылардың өз қабілетін одан әрі дамуына, логикалық ойлауының жетілуіне, дұрыс шешім қабылдауға үйренуіне ықпал етеді. Сонымен қатар, ол оқушылардың өзіне деген сенімділігін қалыптастырып, олардың тұлғалық деңгейін арттырып, жан-жақты дамуына бағыт береді. Бұл бағдарлама есте сақтау, зейін қою және ақпаратты өңдеу қабілеттерінің негізін қалауға көмектеседі. Бағдарламаның жаңашылдығы. Бағдарламада тапсырмаларды орындау барысында оқытудың бірнеше заманауи формалары ұсынылды. Эйлер-Вен шеңбер арқылы логикалық байланысты анықтау, Google формада тест құрастыру арқылы оқушылардың өзін-өзі бағалау мүмкіндігін арттыру, математикалық ребустар арқылы есте сақтау қабілетін дамыту, логикалық есептер арқылы ойлау жүйесін жетілдіру, сөз жұмбақтар арқылы математикалық терминологияны меңгеру. Бағдарламада қолданылған жаңа әдістер: STEM оқыту элементтері, геймификация ойын әдістері, актіні қолдану, динамикалық топтық жұмыс, проблемалық оқыту. Бағдарламаның педагогикалық маңыздылығы. Бұл бағдарлама оқушылардың зейінін, есте сақтау қабілетін, байқағыштығын, көзбен мөлшерлеуін және тапқырлығын дамытуға көмектеседі. Сонымен қатар математикалық білімдерін, икемділік пен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Бағдарлама бағыты. Баланың математикалық сауаттылығын арттыру, жан-жақты ой өрісінің дамуына жағдай жасау, оқушының дүниетанымын кеңейту, баланың эмоционалдық
жетістігін қамтамасыз ету, ой шақыру және ой түйіндеу қабілетін дамыту. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен логикалық ойлау дағдыларын дамыта отырып, математикалық функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, оқушылардың математикаға деген қызығушылығын арттыру, логикалық ойлау қабілетінің дамуына ықпал ету. Бағдарламаның міндеті талдау, синтездеу, жіктеу, салыстыру, себеп салдарлық қатынастар мен заңдылықтарды анықтауды үйрету. Өз ойын дұрыс, анық, түсінікті жеткізе білу, көзқарасын дәлелдеу дағдыларын дамыту. Логикалық ойлау қабілеттерін қызықты өрнектер, сөз жұмбақтар, шытырман ойындар, сиқырлы шаршылар арқылы дамыту. Математиканы күнделікті өмірде қолдану дағдыларын қалыптастыру. Топтық жұмыс арқылы сыни ойлау, көшбасшылық қасиеттерін жетілдіру. Ауызша және жазбаша түрде шапшаң есептеуге дағдыландыру. Ұшқырлыққа, уақыт үнемдеуге және тез есептеуге үйрету. Алған білімдерін өмірде және әртүрлі жағдайларда қолдану дағдыларын қалыптастыру. Оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту. Оқушылардың аналитикалық ойлау қабілетін күшейту. Күтілетін нәтиже оқушылардың математикалық білімі толықтырылады және жетілдіріледі. Математиканы күнделікті өмірде кез келген жағдаятта қолдана алады. Математикалық сауаттылығы артады, көшбасшылық қасиеттері дамиды, ауызша жазбаша түрде шапшаң есептеуге дайындалады. Уақытты тиімді пайдалануға үйренеді. Олимпиадаларда және зияткерлік білім сайыстарында жоғары нәтижеге мүмкіндік алады. Бағдарламаның жүзеге асыру жолдары. Сабақ барысында интерактивті әдістерді қолдану. Қызықты әрі түсінікті әдістер арқылы ақпарат жеткізу. Практикалық тапсырмалар енгізу. Оқушылардың алған білімдерін қолдану қабілеттерін дамыту үшін қолданбалы жаттығулар. Жеке топтық жұмыстарды ұйымдастыру. Жеке жұмыстар арқылы оқушының өз қабілетін дамыту, ал топтық жұмыс арқылы көшбасшылық қасиетін қалыптастыру. Кері байланыс және бағалау жүйесін жетілдіру. Оқушылардың оқу үлгерімін үнемі қадағалап, жетістіктерін талдау. Қосымша материалдар мен құралдар пайдалану. Оқулықтан тыс қосымша материалдарды қолдану арқылы оқушылардың қызығушылығын арттыру. Олимпиадаларға, зияткерлік жарыстарға қатыстыру. Оқушыларды бәсекеге қабілетті етіп дайындау, олардың қабілетін көтеруге мүмкіндік беру. Курста қолданылатын әдіс тәсілдер. Жұптық және топтық бірлесіп ойлау, пікір алмасу, проблемалық жағдай туғызу, сұрақтар мен талқылау, танграм және визуалды ойлау, фигуралармен жұмыс, диалогтық оқыту, сұрақ жауап, өз ойын дәлелдеу, жұмбақтар мен бас қатырғыштар ойлау қабілетін дамыту, шығармашылық есептерді бірнеше тәсілмен шешу, актіні қолдану, интерактивті ойындар, сандық ресурстар. Оқушылар үшін тиімділігі. Логикалық ойлауды дамытады, өзіндік шешім қабылдау қабілеттері артады, күнделікті өмірде қолдану дағдыларын жетілдіреді, оқу процесіне қызығушылығын арттырады, коммуникативтік дағдыларын дамытады. Осы бағдарламада ұсынылатын тапсырмалар: қайыңда 50 жаңғақ өсіп тұр. Қатты соққан желдің әсерінен оң жаңғақ жерге үзіліп түсті. Қайыңда неше жаңғақ қалды деген сияқты тапсырмалар беріледі. Яғни қайыңда жаңғақ өспейді. Және де сонымен қоса осы құпия сөздерді, осы геометриялық фигуралардың пайдалану арқылы әріптерді қойып, Мұхтар Әуезовтің бір қанатты сөзін оқи аласың деген тапсырмалар беріледі. Бұл оның жауабы: Мұхтар Әуезовтің күшіне сенбе, адал ісіне сен. Сол сияқты осындай қызықты тапсырмалар беріледі. Бұл тапсырмалар арқылы балалардың логикалық ойлау дағдылары қалыптасады. Және сиқырлы шаршы деген ойын беріледі. Сонымен қоса сағат 3-ті көрсетіп тұр, оны 90 градусқа бұрсақ, сағат нешені көрсетеді. Жалпы айтқанда, бұл элективті курс
оқушылардың математикалық сауаттылығын, логикалық ойлауын, шығармашылық қабілетін дамытуға бағытталған. Логикалық тапсырмалар арқылы балалар математиканы қызықты ойын ретінде қабылдап, оны күнделікті өмірде қолдана біледі. Осыдан барып дамыған жеке тұлға қалыптасады. Болашақ ұрпақ жан-жақты білімді, сауатты болса ғана тәуелсіз мемлекеттің тірегіне айналады. Экономикасын көтереді. Сондықтан ұлттық сананы, оянған мәдениетті, ойлау дәрежесі биік азаматтарды тәрбиелеу ұстаздардың міндеті деп санаймын. Назарларыңызға рахмет. Енді бізге келесі баяндамамен таныстыратын Оразалиева Гүлвира Орынбаевнаның баяндамасын қабыл алыңыздар. Диалогтық оқыту арқылы оқушылардың оқылым және жазылым дағдысын қалыптастыру 4-ші сынып оқушыларына арналған элективті курс бағдарламасы бойынша сіздерге баяндамамен таныстырады. Гүлвира апай. Жақсы, сәлеметсіздер ме, құрметті конференция қатысушылары. Бізде енді көп уақыт алмаймыз, қысқада нұсқа қылып таныстырып өтейік. Бүгінгі бағдарламам диалогтық оқыту әдісінің оқушылардың оқылым және жазылым дағдыларын дамытудағы маңызы туралы болмақ. Бәрімізге белгілі, қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың тек ақпаратты қабылдауы ғана емес, оны түсініп, қолдана алуы маңызды. Осы орайда диалогтық оқыту оқушыларды белсенді оқуға тартып, ойлау дағдыларын дамытуға мүмкіндік беретін әдіс. Бүгінгі менің бағдарламамның тақырыбы 4-ші сыныптарға арналады. Яғни диалогтық оқыту арқылы оқушылардың оқылым мен жазылым дағдыларын қалыптастыру. Бүгінгі бағдарламамның мақсаты бұл 4-ші сынып оқушыларының тілдік дағдыларын кешенді түрде дамыту, олардың ой өрісін кеңейту, сөйлеу және жазу қабілеттерін жетілдіру, сондай-ақ оларды әртүрлі тілдік құрылымдар мен грамматикалық нормаларға бейімдеу арқылы тіл үйрену процесін қызықтыру. Міндеттері: оқушылардың сөйлеу және жазу дағдыларын жетілдіру, бастауыш сынып оқушыларындағы көркем сөйлеу дағдыларын дамыту, ойын еркін жеткізе білуге үйрету, сөздердің айтылуы мен жазылуы ерекшеліктеріне мән беру, сыни ойлау мен танымдық қабілеттерін дамыту, сөздерді және сөйлеу әдісін қалай дұрыс пайдалану керек екенін үйрету, сонымен қатар грамматикалық сонымен сөздерді және сөйлеу әдісін қалай дұрыс пайдалану керек екенін үйрету. Диалогтық оқыту арқылы оқушыларды қарым-қатынасқа түсуге және әңгімелеу барысында оқушыны тыңдай білуге, тілдесуге, кітаппен жұмыс жасай білуге икемдей аламыз. Диалогтық оқыту әдісі қарым-қатынастың пайда болуымен тікелей байланысты. Диалогтық оқыту жүйесінің дамуы сөйлеушінің мақсатына тікелей тәуелді болады. Жаңартылған білім беру жүйесі бойынша оқылым және жазылым дағдыларына негізделген тапсырмалар орындау оқушылардың танымдық қабілетін қалыптастырады. Сабақ барысында жаңа әрі қызықты әдіс тәсілдерді тиімді қолдану мұғалімнің шеберлігін арттырады. Сынып ішіндегі жағымды ахуалды тудырып, барлық оқушылардың білімдерін түйіндеуге мүмкіндік береді. Енді авторлық бағдарламамның бағыттарына келетін болсақ, бұл бағдарлама негіз бағыттары. Бұл бағдарлама диалогтық оқыту арқылы оқушылардың оқылым мен жазылым дағдыларын қалыптастыруды мақсат етеді. Бағдарлама оқушылардың ұлттық құндылықтарға деген құрметін арттырып, олардың шығармашылық қабілеттерін дамытуды көздейді. Сонымен қатар, оқушылардың функционалдық сауаттылығын нығайтуға және өзара түсіністік, ынтымақтастық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Бағдарлама арқылы оқушылардың жалпы мәдени сауаттылығын арттыру және олардың тұлғалық дамуына қолдау көрсету негізгі басты назарда. Бағдарламаның жаңалығы диалогтық оқыту тәсілі оқушыларға ұлттық құндылықтарды тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Жаңа технологияларды пайдалану арқылы оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырумен қатар, шығармашылық жұмыстарды орындау арқылы өзін-өзі көрсету мүмкіндігі беріледі. Бағдарлама тарихи және мәдени деректерді талдауды, оларды жазылым тапсырмаларында қолдануды үйренеді және үйретеді.
Ұлттық құндылықтарды пәнаралық байланыста оқыту арқылы оқушылардың танымдық көкжиегін кеңейтуді мақсат етеді. Бағдарламамыздың өзектілігі: диалогтік оқыту арқылы оқушылардың оқылым мен жазылым дағдыларын дамыту қазіргі білім беру саласында өзекті болып табылады. Ұлттық құндылықтарды сақтау және дамыту бастауыш сынып оқушыларының ұлттық бірегейлігін нығайтуға ықпал етеді. Сонымен қатар, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін жетілдіру және олардың функционалдық сауаттылығын арттыру қажеттілігін туындап отыр. Бағдарлама оқушылардың жалпы мәдени сауаттылығын арттырып, ұлттық бірегейлікті нығайту жолындағы маңызды құралдардың бірі ретінде ұсынады. Енді осы бағдарламада күтілетін нәтиже: оқушылар сөйлеу және жазу дағдыларын жетілдіреді, бастауыш сынып оқушылары көркем сөйлеу дағдыларын дамытады, ойын еркін жеткізе білуге үйренеді, сөздердің айтылуы мен жазылу ерекшеліктеріне мән береді, сыни ойлау мен танымдық қабілеттерін дамытады, сөздерді және сөйлеу әдісін қалай дұрыс пайдалану екенін үйренеді, грамматикалық білімдерді ойын элементтері арқылы оқытады, тілдік сезімдері және сөздік қорлары кеңейеді. Диалогтік оқытудың теориялық негіздері. Диалогтік оқытудың теориялық негіздеріне келетін болсақ, диалогтік оқыту оқушылар мен мұғалім арасында, сондай-ақ оқушылардың өзара әрекеттесу арқылы білім алу процесі. Бұл әдісте сұрақтар қою, пікірталас жүргізу, ой бөлісу маңызды рөл атқарады. Мысалы, сабақ барысында мұғалім оқушыларға кейбір кездерде дайын жауаптарды береді, олардың орнына олардың өздеріне ойлауға жағдай жасау керек. Олар өздері ойлап, ой өрістерін кеңейтіп, сыни тұрғыда өз ойларын емін еркін жеткізе алуына жағдай жасайды. Мысалы, әдебиет сабағында мұғалім Абайдың қара сөздерін оқыған соң оқушыларға Абай айтқан толық адам дегеніміз қандай болу керек деген мысалы сұрақ қоятын болса, оқушылар өзара пікірталас жүргізіп, әрқайсысы өз ойларын дәлелдеп айта алады және оны кейін осы тақырыпта эссе етіп жазып бере алады деп ойлаймын. Оқылым мен жазылым дағдыларының маңызы. Оқылым ақпаратты түсіну мен оны өңдеудің негізгі дағдысы. Ал жазылым бұл ойды жүйелі жеткізу, дәлелдер келтіру және сауатты жазу қабілеті. Екеуі де академиялық жетістік үшін маңызды. Диалогтік оқыту осы екі дағдыны дамытуға көмектеседі. Өйткені оқушылар оқығанын түсініп, оны өз сөздерімен жеткізуге дағдыланады. Диалогтік оқыту арқылы оқылым және жазылым дағдыларын қалыптастыру. Диалогтік оқытудың оқылым дағдысына қалай әсер етеді? Диалогтік әдістер оқушылардың мәтінді терең түсінуіне көмектеседі. Мәтінді оқып шыққаннан кейін талқылау жүргізу, сұрақ қою, пікір білдіру арқылы оқушылар ақпаратты жақсырақ қабылдайды. Мысалы, ойын сұрақ шеңберіне келетін болсақ, сұрақ жауап. Мысалы, балаларға сұрақ қоямыз ғой. Негізгі мақсаты оқушылардың сыни ойлауын дамыту, сұрақ қою және оған жауап беру қабілеттерін жетілдіру. Бұл қалай өткізіледі? Мұғалім белгілі бір тақырыпқа қатысты мәтінді оқиды, ал оқушылар мәтін бойынша сұрақтар дайындап, оларды жұпта немесе топта талқылайтын болады. Яғни, оқушылардың мәтінді түсіну деңгейі жақсарады, олар өз ойларын нақты жеткізуге үйренеді. Диалогтік оқыту әдістерін қолдану арқылы жазылым дағдысын дамыту. Жазылымды дамыту үшін оқушылар өз ойларын нақты, логикалық ретпен жеткізуді үйрену керек. Диалогтік оқыту кезінде олар пікір алмасу арқылы ойларын жүйелейді. Бұл кейін жазба жұмыстарында көрініс табады. Мысалы, жасырын хат. Мысалы, біз көбінесе әдебиеттік оқуларда кейіпкерлерге хат жаз деп балаларға мысалы сондай ұсыныс тастап жатамыз ғой. Бұның негізгі мақсаты оқушылардың жазылым дағдыларын жетілдіру, ойларын еркін жеткізуге ықпал ету. Бұл қалай өткізіледі? Оқушыларға белгілі бір тақырып бойынша хат жазу тапсырмасы беріледі, кейін олар сыныптастарына хатты оқып беріп, жауаптарын жазуды сұрайды.
Ал осы жерде енді яғни оқушылар жазылым мен оқылым арасындағы байланысты түсініп, қарым-қатынас дағдыларын дамытады. Диалогтік оқыту әдістерін қолдану тәжірибесі. Енді негізгі диалогтік оқыту әдістері бұл сұрақ-жауап әдісі, диалог арқылы түсіну әдісі, ойлан, жұптас, бөліс әдісі, бұны барлықтарыңыз қолданасыздар деп ойлаймын. Дебат, рөлдік ойындар, сократтық диалог деген бар, кейстік әдіс және карусель әдісі. Бұл әдістерді біз күнделікті сабақта қолданамыз. Мысалы, негізінен әсіресе әдебиеттік оқу сабағында өте көп қолданылады. Және қазақ тілі сабағында да көп қолданып жатамыз. Енді әрқайсысына жеке-жеке тоқталмай қояйын, өйткені барлықтарыңыз қолданасыздар деп түсінемін. Оқушылардың оқылым және жазылым дағдыларындағы өзгерісті талдау. Диалогтік оқыту әдістерін енгізу бұл оқушылардың оқылым және жазылым сапасын арттырады. Зерттеу көрсеткендей, бұл әдіс оқушылардың қызығушылығын және белсенділігін арттырады. Және оқушылар оқыған мәтіндерін талдап, өз көзқарастарын дәлелдеуге дағдыланады. Енді бүгінгі бағдарламамды қорытындылайтын болсам, қорытындылай келсек, диалогтік оқыту оқушылардың оқылым және жазылым дағдыларын дамытудың тиімді әдісі. Бұл әдіс оларды белсенді тыңдауға, ойын нақты жеткізуге, оқығанын терең түсінуге үйретеді. Мұғалімдер үшін диалогтік оқытуды сабақ үдерісіне енгізу оқушылардың білім сапасын жақсартудың маңызды қадамы деп санаймын. Рахмет, назарларыңызға көп рахмет. Гүлвира апай, сізге көп рахмет. Ендігі кезекте Қалиева Анар Ахметжанқызы 2-ші сынып оқушыларына қосу және азайту амалдарын ойын технологиясы арқылы оңай үйрету элективті курс бағдарламасы бойынша өзінің баяндамасымен таныстырады. Қосылды апай. Армысыздар, құрметті әріптестер. Менің есімім Қалиева Анар Ахметжанқызы, Алматы қаласы Бостандық ауданы 81-ші мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі боламын. Менің бүгінгі сіздерге ұсынатын авторлық бағдарламамның тақырыбы 2-ші сынып оқушыларына қосу және азайту амалдарын ойын технологиясы арқылы оңай үйрету. Оқушылардың математикалық дағдыларын қалыптастыру бастауыш сыныптан бастап мықты іргетаспен қалануы керек. Әсіресе қосу мен азайту амалдарын меңгеру негізгі базалық білімді құрайды. 2-ші сынып оқушыларының психологиялық және физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, оларға сабақта ойын технологияларын қосып өтсек, оқушыларымыздың ақпаратты тез қабылдауына, зейіндерінің артуына, қызығушылықтарының жоғарылауына ықпалын тигіземіз. Сонымен қатар, ойын әдістері әр сабақты жеңіл, әр қызықты ете отырып, балаларды сабаққа белсенді қатысуын қамтамасыз етеді. Осы зерттеу жұмысы олардың белсенділігін арттырып қана қоймай, оқушылардың өз бетінше ізденіп, шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Енді осы бағдарламаның мақсатына келетін болсақ, мақсаты 2-ші сынып оқушыларының математикалық есептеу дағдыларын ойын әдістерін пайдалана отырып дамыту және олардың математикалық ойлау қабілетін жетілдіру болып табылады. Енді мақсат бар жерде міндеттер бар. Осы мынандай міндеттер туындайды. Оқушыларға математикалық ойлау, математикалық ойындар ұсыну, ойын арқылы есеп шығару, ынталандыру, логикалық ойлауын дамыту, топтық жұмыс істеу қабілеттерін жетілдіру, оқушылардың зейінін арттыру, математикалық білімдерін тереңдету, шығармашылық қабілеттерін дамыту, өздеріне деген сенімділіктерін арттыру. Енді осы оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттыруда мынандай әдістер қолданылады.
ойын технологияларын пайдаланамыз. Топтық жұмыс әдістерін қолдану арқылы логикалық тапсырмалар беру, интерактивті әдістерді қолдану. Оқушылардың білу керек критерийлары: қосу амалын дұрыс қолдана білу, азайту амалын дұрыс қолдана білу, математикалық ойындарды түсініп шығара білу, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. Енді осы авторлық бағдарламаның бағыты: бұл бағдарлама 2 сынып оқушыларына арналған. Бағдарлама математиканы ойын технологиялар арқылы үйретуге бағытталған. Оқушылардың математикалық операцияларды орындау қабілеттерін арттырады. Ойындар арқылы оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтары артады. Бағдарлама оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамытады. Енді осы авторлық бағдарламаның жаңашылдығы: бұл жерде ойын технологияларын қолдануы бағдарламаның негізгі ерекшелігі болып табылады. Бұл әдіс оқушылардың математикалық есептерді шешу қабілеттерін жақсартады, оқушылардың зейінін арттыруға көмектеседі. Ойындар балалардың ынтасын арттырады. Бағдарлама оқушылардың топтық жұмыс істеу дағдыларын жетілдіреді. Енді осы авторлық бағдарламаның өзектілігі: бағдарлама қазіргі заман талабына сай келеді. Ойын технологиялары балаларды оқуға деген қызығушылығын арттырады. Бұл әдіс оқушылардың математикалық білімдерін тереңдетеді. Ойындар арқылы оқушылардың логикалық ойлау қабілеттері дамиды. Бағдарлама оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға ықпал етеді. Енді осы бағдарламадан күтілетін нәтижелер: оқушылардың қосу амалын дұрыс орындай алуы, оқушылардың азайту амалын дұрыс қолдана алуы, оқушылардың логикалық ойлауын дамыту, оқушылардың математикалық білімдерін тереңдету, оқушылардың топтық жұмыс дағдыларын жетілдіру, оқушылардың зейінін арттыру, шығармашылық қабілеттерін дамыту, өздеріне деген сенімділіктерін арттыру. Авторлық бағдарламаның уақыт көлемі 34 сағатқа берілген, аптасына 1 сағат. Авторлық бағдарламаны ұйымдастыру формасы тест арқылы және логикалық тапсырмаларды орындау арқылы жүзеге асырылады. Авторлық бағдарламаны оқытуды аяқтау формасы жиынтық бағалау жұмыстары, қосымша слайдтар арқылы тест тапсырмаларын орындату арқылы оқушылардың білімдері бағаланады. Енді мазмұндық бөліміне тоқталатын болсақ, бұл бағдарлама 5 бөлімнен тұрады, 34 сағатты қамтиды. Бірінші бөлім қосу және азайту амалдарын ойын арқылы үйрету. Яғни бұл жерде оқушылар қосу және азайту амалдарын ойын арқылы оңай түсінеді, математикалық амалдарды ойындар арқылы бекітеді, ойын технологиясы арқылы математикалық дағдылары дамытылады. Және салыстыру, сандардың қасиеттері және салыстыру. Бұл жерде оқушылар сандарды салыстырып үйренеді, үлкен және кіші сандарды анықтай алады, теңдік және теңсіздіктер ұғымдарын түсініп, оларды есептеп шығара алады. Үшінші бөлімде математикалық амалдар және есептер. Оқушылар 2 және 3 таңбалы сандарды қосу және азайту амалдарын біледі, үйренеді. Әрекеттерді жазбаша түрде орындайды. 2 таңбалы сандар мен 3 таңбалы сандармен жұмыс істеу дағдылары дамытылады. Енді 4-ші бөлімде математикалық ойындар және логика. Оқушылардың математикалық ойындар мен пазлдарды құрастыра біледі бұл жерде. Ойындарды ойнату арқылы математикалық ойлау қабілеттері дамытылып, шығармашылықтары шыңдай түседі. 5-ші бөлімде амалдарға арналған есептер. Оқушылар сандық өрнектерді меңгереді, өрнектермен жұмыс істей алады, сандық өрнектерді дұрыс орындайды. Осындай 5 бөлімнен тұрады.
Енді осы бағдарламада қолданылатын ойын технологиялары интерактивті тапсырмалар. Бұл жерде квиз, кахут платформалары тапсырмаларын орындайды. Логикалық ойындар, ребустар шешеді, фазылдар құрастырады, викториналық сұрақтарға жауап береді. Әртүрлі математикалық ойындар, мысалы ойлан тап, жұбыңды тап, жәнегі доп қағу, орамал тастамақ, бәйге ойындары, тағы басқа ойындар ойнатылады. Графиктер мен диаграммалар арқылы үйрету. Үшіншіден, бұл жерде оқушылар мәтінді есептер шығарады, функционалды сауаттылыққа байланысты есептер шығарып, соған кесте, графиктер, диаграммалар құрастырып, оны өз ойларымен жинақтап айтуға үйренеді. Топтық жұмыстар топпен жұмыс жасайды және топқа бөлініп әртүрлі сайыстар ұйымдастырылады. Енді осы ойымды қорыта келгенде, оқушылар нені меңгеру керек бұл жерде? Оқушылар қосу және азайту амалдарын жақсы меңгереді. Екінші, логикалық ойлау қабілеттері дамиды, математикаға деген қызығушылықтары арттырады, топтық жұмыс істеу дағдылары қалыптасады. Бұл жердегі менің бағдарламамда 34 сағатқа арналған қымызшысы бәрі дайын. Мына бағдарламаның ішінде бәрі дайын. Сол жерде ойын түрлері жәнегі әртүрлі платформалар бәрі жазылған. Осыны пайдалануыңызға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Құрметті әріптестер, қайтадан Zoom-ға кірсеңіздер, сіздерден өтініш. Келесі таныстырылым Ибраимова Лаура Жұмабекқызы ұлттық құндылықтар бойынша сынып оқушыларының функционалдылық сауаттылығын дамыту элективті курс бағдарламасы бойынша баяндама оқиды. Лаура, қайта кір деп жазамын, өйткені таусылды уақыт. Құрметті әріптестер, қайта кірсеңіздер, біз сол ссылка бойынша, біз қайтадан Zoom ашсақ, өйткені уақыт мөлшері таусылды деп көрсетіп тұр. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.